Аяулы анашым, қал жағдайыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Күннен күнге Сталинградқа таяп келеміз. Қасымдағы солдаттар аналарын, әйелдер мен балаларын көруге асығып жүр. Енді қайтып бұл соғыстың бетін көргіміз келмейді. Айналамыздағы көптеген адамдар аштан қырылып жатыр. Қатты жауған жаңбыр кесірінен бізге тамақ уақытымен келмейді. Батпақты жолмен адам түгіл машиналар жүре алмайды. Жарақат алғандарды алып кетудің өзі мүмкін емес. Анашым, сені қатты сағындым. Ұйықтаған кезде түсіме туған жерімдегі үйім мен ақ жаулықты анашым. Өзімді көремін. Үнемі осы түсім қайталана береді. Уақыт аз болғандықтан көп нәрсе жазуға үлгермеймін. Аман сау болғайсыңдар. Ақатай, сен не жазып аласың? Құралай, мен біздің елді қорғаған, бейбіт өмір сыйлаған ардагерлерге хат жазып жатырмын. Сәлеметсіз бе, құрметті Ұлы Отан соғысының ардагері. Сіздің отан алдындағы, келешек ұрпақ алдындағы жасаған ерлігіңіз бен батырлығыңызды ескеріп, алғыс айту үшін хат жолдап отырмын. Сіздер небір ауыр сындарды қан құйлы дұшпанмен жан аямас шайқасты. Жауынгер достардан айырылудың азасын соғыстан кейін жан қиярлық еңбектерді қайыспай бастан кешірдіңіздер. Сонда да сыр бермедіңіздер. Сіз және сіздің достарыңыз бар ауыртпалықты мойымай арқалап шықты. Сондықтан біз өз өмірімізбен сіздерге қарыздармыз. Осындай алаңсыз бақытты өмірді жеткізген сіздер. Сіз бізге жауды жеңе отырып өмір сыйладыңыз. Сондықтан да көп рахмет айтамыз. Сіздің майданда жасаған ерліктеріңізді әр уақытта құрметтейміз. Сізбен мақтанамыз.